Profesyonel eksperiensizlerge осы лингвистиканың бастамасын бастап берген адам. Қазір соның рахатын көріп жатырмыз. Этнографиялық тіл біліміне бұған дейін дәріс сабақ және семинар сабақтары өткен болатын, ал бүгін біз студенттердің жеке жұмыстарымен танысамыз. Этнографиялық тіл білімінде біз мынандай мақсат қойдық. Бұл сөз сабағы болғандықтан, оқушымен біріккен студенттің өздік жұмысы болғандықтан, этнографиялық тіл білім тақырыбынан алған білімдерін сөз жұмыстары арқылы бақылау, бағалау, қорытындылау сабағы болып танылады. Нақты мақсатымыз Америка этнотіл білімі, Германия этнотіл білімі және қазақ этнотіл білімінен үйренгендерін бақылау. Сабақтың бағдарламасы мынандай. Интеграциялық байланысымыз этнография, әдебиет, тарих, музыка, сурет өнері және қазіргі қазақ тіл білімі. Сабақтың бағдарламасы жалпы мынандай. Осы бағдарлама бойынша жүреміз. Бағдарлама бойынша бірінші бізде осы Америка этнолингвистері және Германия этнолингвистері деп екі топқа бөлген болатынбыз. Сол екі топтың бірінші презентациясын тыңдаймыз. Сол тұсаукесер үлгісін көрсетеді. Америка этнолингвистикасы тобынан Америка этнолингвистикасы. Алдын этнолингвистикаға тоқталмай тұрып, біз этнолингвистика деген не екеніне тоқтала кетейік. Ең алғаш тіл білімінде этнолингвистиканы халықтың мәдениетімен, салт санасымен, әдет-ғұрпымен байланыстыру, ол туралы еңбектер жазу 20-30 жылдарында қалыптасқан. Сол қалыптасудың арқасында кейін екіге бөлінген. Бұл қалыптасушы, яғни Америка этнолингвистикасы және Германия этнолингвистикасы болып екіге бөлінеді. Соның ішінде біздің топ Америка этнолингвистикасы жайында мағлұматтар береміз. Яғни Америка этнолингвистикасы. Бұл Америка этнолингвистикасын қалыптастырушылар ең алғашқы Эдуард Сеппер болып табылады. Бұл кісі, бұл лингвист 1884-1939 жылдар аралығында дүниеге келген. Бұл кісінің еңбектері ең алғашқысы тіл 1921 жылы жарық көрген және екіншісі лингвистиканың жайы деп аталады. Бұл 1929 жылы жарық көрген екен. Екінші ғалымыз Бенджамин Уорф болып табылады. Ол кісі 1897-1941 жылдар аралығында өмір сүрген. Бұл кісінің ең үлкен бір көлемді еңбегі бұл тіл, ойлау және дүние деп аталады екен. Бұл 1956 жылы жарық көрген. Және сондай-ақ бұл ғалымдардың тұжырымдамасы, яғни тіл білім мәселесіне айтқан Эдуард Сеппер былай деген екен. Тіл әлеуметтік шындықты түсінудің құралы. Әр тіл әртүрлі модельмен жасалынған. Сондықтан әр тіл айналадағы құбылыстарды өзінше таниды. Яғни әр тілде сөйлейтін адамдар дүниені әртүрлі көреді. Тіл мінез-құлық нормасына да әсер етеді. Халықтың ой өрісін, мәдени дәрежесін, оның тілін зерттемей тұрып түсінуге мүмкін емес дейді. Яғни бұл жерде тұжырымын байқайтын болсақ, яғни бұл да мәдениетпен тығыз байланысты, яғни халықтың мәдениетімен, салт санасымен, яғни олар болмайынша тіл білімі де қалыптаспайды деген тұжырымға келіп отыр. Бұдан кейінгі ғалымыз жаңағы Бенджамин Уорфтың тұжырымдамасы былай дейді. Тіл дегеніміз ұғым, түсінік, мағына. Ол жаңағы тілдік форманы мойындамаған болып табылады. Ал ой, сана, ойлау дүниені бейнелейді. Яғни дүние тілден көрініс табады дейді. Бірақ әлгі дүние әр тілде әртүрлі бейнеленеді. Ол сол халықтың дүниеге көзқарасына, тілдік ойлауына байланысты дейді. Жалпы алғанда сонда бұл тіл Америка этнолингвистикасында этнолингвистикамен тығыз байланысты есептеген ғалымдарымыз жаңағы сол үлкен тұжырымда тіл білімі ол мәдениетпен де, салт санамен де, әдет-ғұрппен де тығыз байланысты деп есептеген. Жақсы. Келесі топ Германия этнолингвистикасы.
көрсеңіз, Германия этнолингвистикасы болып табылады. Бұл біздің жалпы менің мақсатым Германия этнолингвистикасын таныстыру. Германия этнолингвистикасын қалыптастырушылар Лео Безбергер болды. Негізгі проблема тіл мен халықтың тілдің дүниетанымдық сипатына шығармашылық күшіне ерекше мән беріп, оны дүниені қайта жасаудың құралы деген пікір бар. Жалпы Безбергер әр халықтың дүниеге тілдік көзқарас болады. Тану тілге байланысты тіл дүниенің кілті. Адам тіл жасағанда ғана таниды дей келіп, тіл дүниенің бейнесі, сөз нақты затты емес, зат туралы ұғымды білдіреді дейді. Ал енді балалар Қарлығашпен арайға сұрақтарың бар ма? Осы екі этнолингвистика туралы. Сонымен бағдарламамыздың келесі нөмірінде, кезегінде портфолиомен таныстыру жұмысы. Портфолионы кімдер дайындады? Сіз бәріне ортақ жасадыңыз ба? Өз тобыңыз ба? Өзіміздің топ, Америка этнолингвистикасы болғандықтан, өзімнің тобымның портфолиосымен таныстыратын болсам, бізге берілген тақырып Америка этнолингвистикасы. Яғни Америка этнолингвистикасын қалыптастырушы ғалымдарға келетін болсақ, Эдуард Сепер, ол кісі 1884 жылдар мен 1939 жылдар аралығында дүниеге келген. Яғни ол кісінің еңбектері тіл 1921 жылы жазылған, лингвистиканың жайы 1929 жазылған. Және екінші ғалымымыз Орф. Ол кісінің еңбегіне келетін болсақ, тіл, ойлау және дүние, яғни әлем деген тақырыпты жазған 1956 жылы. Яғни біздің топтың Америка этнолингвистикасын қалыптастырған ғалымдар, осы ғалымдар. Ал мына жақта беттегі материалдар, олар енді өткен тақырыптағы портфолиолар болып табылады. Жақсы. Германия этнолингвистері бар ма? Портфолиоларыңыз? Дайындыңыз ба? Мұнда сабақтарға жалғастырамыз. Сіздер бір минут алдыңыздар, екінші жұмыс бойынша. Үшінші жұмысымыз шешендік қоржын, дәйек сөз. Дәйек сөз бойынша кім дайындалып келді дәйек сөз жазуда? Глоссарий жазуда. Глоссарий, дәйек сөз, сөздік қоржын, шешендік қоржын. Жалпы мен этнолингвистика бойынша Америка және Германия этнолингвистикасы бойынша ортақ жасадың, жақсы. Капитализм, еркіндік, ал капитализм адам деген ол берсе, хобби тайпасының өкілдері үшін капитализм қанаушылар қоғамы. Жалпы алғанда капитализм қанаушы деген ұғымды білдіреді екен. Екінші антропология. Хобби тайпасы деген ол қандай тайпа? Америка тіл білімі. Америка тіл білімі? Үнділерінің тілі. Үнділерінің тілі. Үндістерінің тілі. Үндістерінің тілі. Хобби деген тайпа болған кезінде. Америка үндістерінің бір тайпасы солай аталған. Жақсы. Екінші антропология. Тыңдап отырыңыздар сөздікті. Антропология бұл мәдениет мәселесімен де, тіл мәселесімен де айналысатын өріскен көп салалы ғылым. Этноним. Грекше озыс халық тайпа, но онима есім атау. Яғни этноним ру тайпа, халық ұлт аттары. Этнонимка. Грекше озыс тайпа, халық онима есім атау. Этнонимка, этноним терминдерінің таралуы, қолдануы және қолданыс ететін ономастиканың бір саласы. Сөйлеу этнографиясы 21 ғасырда дамып отырған тіл білімінің саласы. Және контрастивтік лингвистика салғастырмалық тіл білімі болып табылады. Ол Америка үндістерінің тілі мен еуропалық тілдерін салыстыра зерттеген. Яғни қандай тілдерді салыстырған? Америка үндістерінің тілі мен еуропалық тілдерін салыстырған. Яғни бұл екеуі екі түрлі морфологиялық типке жатады. Жақсы.
Басқа сұрақтарың бар ма? Түсінбеген, лекцияның мәтінінде түсінбеген бір сөздерің бар ма? Қазір план соның барлығын түсіндіріп берем деп шығып тұр. Жақсы отырыңыз. Ал келесі топта бар ма тағы да? Бұл ортақ не жасады, екі топқа бірдей жасады. Келесі енді баламалық әдіс немесе бағдарламалық бақылау тесті дейміз. Қазір тест сұрақтарын берем мен, сіздер ауызша соған жауап бересіздер. Бірінші сұрақ, Америка этнолингвистикасы қандай тіл білімін қалыптастырды? Кім айтады? Тағым, сен шекілші. Білмейміз ба? Бұл жерде Америка этнолингвистикасы қандай тіл білімін қалыптастырды деген сұраққа жауап антропологиялық лингвистика болады деген. Ал жақсы, антропологиялық лингвистика деп дұрыс жауап беріп тұр. Бірақ мына екеуі қандай лингвистикалар? Неге олар жатқызбаймыз? Кім айтады себебін? Кім айтып жібереді? Канондық лингвистика деген не? Канондық деген түсініксіз тіл несінеміз бе? Мысалы, Жатқа айтты ол. сөйлем мысалы, бірақ нақты түсінбеуді адамдардың. Қай ғасырда? Орта ғасырда әсіресе діни тілге байланысты мәселе. Мысалы, жаңағы қандай сөзді келтіріп өткенде дәрісте жақсы айтқанбыз ол. Ал дескриптивтік лингвистиканы неге жатқызбайсыздар? Ол да Америкада дамыған структуралық лингвистиканың бір бөлігі емес па? Жарайды. Келесі. Америка этнолингвистикасының өкілдері кімдер? Тағы кім айтады? Саида неге көтермей отырсың? Балжан. Кім білмей отыр? Бәрі көтеріп отыр ма? Ал айтыңдар біреуін кез келген. Екіншісі жаңағы Боас, Сепер, Лем, Боас. Сол ғалымдар зерттеуші. Сен неге Боас пен Лем туралы презентация жасамағанын түсінбей тұрмыз қарлығаш. Жақсы отырыңыз. Ал басқалары мыналар кімдер? Танимыз ба? Жұбаев пен Қайдаролла апай қазақ тіліндегі қазақ тілін естіген. Жақсы. Ал Крильфорд дегендер кімдер? Германия этнолингвистикасын зерттеген. Жақсы. Ал үшінші сұрағымыз, Америка этнолингвистикасы қандай теорияларды қалыптастырған? Қандай теориялар қалыптасты осы уақытта? Үшеуі де қалыптасқан. Дұрыс, үшеуі де қалыптасқан. Бірақ біз жаңа қайсысын айтпай кеттік? Боас туралы және Лем туралы айтқан жоқпыз. Презентацияда да портфолиода да. Ары қарай. Германия этнолингвистикасы қандай теорияларды қалыптастырған? Отыр, ашық сабақта отыр. Біреуіңіз шығып айтыңыздаршы. Үшеуде ма Балжан? Ал жаңа Германия тұсаукесерін жасаған адам қайсысын айтпады? Вейсгерберг теориясын ғана айтты. Семантикалық өріс теориясын айтқан жоқ, және неогомофобдық ойлау мен таным рөлін айтқан жоқ. Сонымен бұл бағдарламалық тестіміз. Енді келесі сызба тест флипчарт. Флипчартты артына қалдырдық қой жаңа, реферат. Реферат кім дайындады? Біз семинарда бөлек реферат жасаймыз, бұнда да бір реферат жасаймыз деп айтқанбыз, Сіз дайындадыңыз ба? Екеуіне де ортақ ба, әкесін? Бір лингвистиканы ғана. Этнолингвистика және оның кемшіліктері деген тақырыпта реферат жазып келдім. Рефераттың жалпы қорытындысы. Тіл мен халықтың, тіл мен мәдениеттің қарым-қатынасын зерттеу сөз жоқ, ғылым үшін қажет. Бірақ этнолингвистикаларда бұл салада көптеген бағалы материалдар болғанмен, бірақ бұл жақта көптеген мәліметтер жиналды, көптеген бағалы материалдар болғанмен, бұған қарамастан этнолингвистикада кемшіліктер де жоқ деп айта алмаймыз. Сол кемшіліктерді айта кетемін.
Бірінші, этнолингвистикалардың пікірінше қоғамның рухани жақтары халық психикасына тәуелді. Олардың бәрін халық психикасы белгілейді дейді. Ал диалектикалық материализм қоғамның рухани және оның материалдық күйіне өмір сүру жағдайларына тәуелді, соған негізделеді деп үйретеді. Этнолингвистикалардың пікірінше, екіншісі, этнолингвистердің пікірінше тіл қоғам өмірінің барлық саласына басқарады, билейді, нұсқаушы рөл атқарады. Ол қоғам мүшелерінің дүниеге көзқарасын, мінез құлқын қалыптастырады. Үшіншісі, сен қандай этнолингвистерді айтып тұрсың? Жалпы этнолингвистикаладағы осы... Жоқ, жалпы емес, сен Америка және Герман этнолингвистикасын, яғни этнолингвистика ғылымын енді қалыптастырып жатқан кездегі кеткен кемшіліктер туралы таныстырдың. Рефератың бар ма өзі? Бар. Кітаптан оқып тұрсың? Реферат. Жақсы. Келесі. Енді энциклопедиялық материалдар бойынша жұмыс жасаңдар деген болатынбыз. Содан кім? Этнолингвистикаға қатысты еңбектердің бәрі сөздікте ғана емес, сонымен қатар ғылыми зерттеулер мен жинақтарда да бар. Осыған орай қазақ этнолингвистикасы бойынша академик Абдуәлі Қайдаров осы көп жылдар бойы дайындап жүрген қазақтар ана тілі әлемінде атты 4 томдық этнолингвистикалық сөздігін атауға болады. Қазақ тіл білімінде этнолингвистика ілімінің негізін салушы осы Абдуәлі Қайдаров. Этнолингвистикада халықтың этногенезін, тұрмыс салтын, әдет-ғұрпын, басқа халықтармен тарихи-мәдени байланысын, материалдық және рухани мәдениетін зерттейтін тіл білімінің жаңа саласы болып табылады. Ол саланың ерекшелігі зерттеу пәні тағы басқа қырлары осы Абдуәлі Қайдаров, Капиденко, Жампейісовтің еңбектерінде жан-жақты айтылған. Осы лингвистикалық энциклопедиялық сөздікте этнолингвистиканың кең түрдегі ұғымына осылайша анықтама берілген. Этнолингвистика қандай тәсіл арқылы берілгеніне қарамай, мәдениеттің халықтық психологияның және мифологияның мазмұнын лингвистикалық әдістер көмегімен зерттейтін кешенді пән деп берілген. Мына сөз бойынша. Жақсы. Материалымыз қалдырсын. Келесі материалымыз енді мына жерде бағдарламалық кіргізу мүмкін. Интернеттен іздеңіздер деген, кімде интернеттің доступы бар, онда қарайық деген, содан сіз айтасыз ба? Интернеттегі материалдар не айтады екен? Біз Америка мен Германия этнолингвистикасына қатысты мәліметтерді айттық. Ал енді өзіміздің қазақ тіліндегі, қазақ тіл біліміндегі этнолингвистикаға байланысты дүниелерді айтатын болсам, қазіргі таңда қазақ этнолингвистикасы өзіндік бағыт-бағдары, ұстанатын қағидалары бар, іргесі ғылым саласына айналып отыр. Этнолингвистика тілді мәдениетке қатысты зерттейтін, сонымен бірге тілдің қызметіндегі және дамуындағы тілдік, этномәдени және этнопсихологиялық факторлардың өзара әсерін қарастыратын тіл білімінің жеке саласы болып қалыптасып жатыр. Қазақ тіл білімінің этнолингвистикасына айтардан басын мен осы этнолингвистикаға өзінің елеулі еңбектерімен үлесін қосқан Сатбековтың пікірімен бастаймын. Жалпы қазақ халқының өткенін зерттегісі келетін ғалымның бірде-бір бұл саладан өте алмайды. Яғни ғалым филолог, одан фольклордан бай материалдар қанығуымен қоса қазақ әдебиет тілі мен сөздігінің қаз басуымен қалыптасуын көреді. Ғылым этнограф көне заманнан қоса көне бір тұрмыстық белгілер мен өмір құбылыстарын біледі. Яғни көбінесе осы Сатпаев өзінің еңбегін Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын тілін этнолингвистикасын зерттеумен айланысқан. Бұл Абай жолының тілін зерттегендер Сыздықова, Жампейісов, Серғалиев, Каримов деген көптеген зерттеушілер осы этнолингвистикаға байланысты көптеген еңбектер жазған. Тағы
өзінің негізгі осы тілде негізгі салмақ лингвистикаға жүктеледі. Оның себебі мен мәнін нақты түсіну үшін академик Қайдаров өзінің пікірін былай түсіндіреді. Этностың басып өткен сан ғасырлық даму жолы, оның белгі бейнелері біздерге тас мүсіндер және жартастарға қамалған сына жазулар арқылы мәдени ескерткіштер мен әртүрлі ғимараттар түрінде жетуі мүмкін дейді. Яғни Қайдаровтың ұзақ жылдар бойы орасан бай материалы жинап, осы салада өзінің адам, қоғам, табиғат пен микрожүйелерге бөліп, табиғи жүйеге байланыстыра зерттеген. Осы этнолингвистика саласында тағы бір қазақ лингвисі салада зерттеу жұмыстарының ішінде Жанпейісовтың еңбектері өзінің теориялық салыстырмалы этимологиялық талдауларымен ерекшеленеді. Қазақ тіл білімінде жеке-жеке қырлары жан-жақты қарастырылып, өріс алып келе жатқан этнолингвистика саласының дамуында жақында жарық көрген профессор Капеленконың осы мәселенің жалпы теориялық негіздерін түсіндіруге арналған «Основе этнолингвистика» Алматы 1995 жылы шыққан монографиясы елеулі орын алады. Қорыта айтқанда, қазақ этнолингвистикасының қалыптасуы даму үрдісінен кейбір өзіндік ерекшеліктер де байқалады. Ол жалпы этнолингвистикалық идеясында туындап, қазақ этносын оның тілі арқылы танып білу мақсатымен бұдан 15-20 жыл бұрын өзінің бағыт-бағдарын, мақсат-мүддесін айқындап түскен, зерттеу объектілерін саралап, тәсіл әдістерін күн санап ширата түскен ғылым саласына жатады. Осы қазақ этнолингвистикасына байланысты мен алдын жасағам. Жалпы қазақ тіл білімінде қалыптасқан салалар этнолингвистика, психолингвистика, сөз жасам, компьютерлік лингвистика, паралингвистика деген қазақ тіл білімінде өзінің жеке салалары бар. Яғни бұларды қазақ тіл білімінің көрнекті өкілдері ретінде Сауранбаев, Аманжолов, Абылқасимов, Сыздықова, Балақаев, Мұсабаев сияқты көптеген ғалымдарды атап айтуға болады. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ бар ма? Интернеттен мәлімет әкелгеніңіз ба? Жоқ. Жақсы отырмын. Енді келесі біздің сабағымыздың бөлігі тек қана сіздердің осы қазір ойларыңызда не бар, бастарыңызда қандай мәлімет бар, соны мына тақтаға жазба түрінде жазып, соны түсіріп берсеңіздер. Не үйрендіңіздер, сол менде материал болып қалады. Қай жағы кем болды, қай жағы жаңағы білмеді, кім деген сияқты. Қазір бірінші фамилияңыз жазасыз да, сосын кейін ары не үйрендіңіз, соны түгел жазып шығасыз. Кім шығады? Бүгінгі сабақтан не үйрендіңіз? Немесе жалпы дәрістен, семинардан қанша жеттіңіз? Сабақ айтып жатсыз ба? Кім шығады? Сізді? Жоқ, бәрібір. Жалпы ма, апай? Жалпы топқа бөлген кезде біз екіге бөліп дайындалыңдар дегенбіз, бірақ кейбір қыздардың жаңағы белсенділік танытпауының арқасында біздің тобымыз кейде ортақтасып отыр, иә? Сондықтан қазір бағалауда оны ескереміз. Өз фамилияңыз жазыңыз да, сіз не үйрендіңіз, соны жазып беріңіз. Масабаева атын жоқ па? Жақсы. Не дейсің болды? Ананы жазасыз. Ана X-ті басасыз. Иә. Басы соны жоқ, жаңағымыз. Не үйрендің? Қолыңнан қарап тұрсың да? Жоқ. Енді? Бұл күнде сен жазып атқаның. Германия лингвистикасын зерттеген. Қара
қарамаңыз, қолыңызға қарап тұрсыз, олай болмайды. Көшірінді ғой. Сіздің миыңызға не қалды, қандай сөз бар, соған айтасыз. Қолыңыз маған бере тұрыңыз, артқа қарай. Артқа қарай қойыңыз. Былай тұрып жаза беріңіз. Ал. Ретіңіз басыңызға не енді, соны ғана жазасыз. Бұлар кімдер екен, енді айта қойыңыз. Германия этнолингвистикасын зерттеген ғалымдар. Өкілдері, иә, немесе? Сосын басқа не білдіңіз? Қазақ этнолингвистерін қандай кітаптары бар екенін бәрін айтып шықтым жаңа. Қазақ этнолингвистикасын Кімдер? Сыбырламаңдар. Болды, бір шпаргалқын тоқтатсам, екіншісі басталады. Сонымен сіздің атыңыз кім? Мақпал. Ой, аны жазып тұрған. Порций ме еді? Порцит пе еді? Порцит. Аты жоқ па? Масабаева деп шақырсам жақсы көресің бе? Аты жөн, кім жөндейтін аны? Енді сендер қарап алатын болыңдар отырғанда. Басқа не білдіңіз басқа? Болды ма? Жақсы. Келесі. Кім тағы да шығады? Қорытындылауға біз түгел шығуымыз керек, өйткені сіздер жылдам шығыңыздар. Миыңызда не бар екенін тексеру керек, қандай информация бере алдым, бере алмадым. Оны білуіңіз керек қой. Кері байланыс деген әдістемеде өзіндік бір не әдіс болып саналады. Кері байланыстан дұрыс шықсаңдар ғана білімді деп санаймыз біз. Қанша материалды қарап айтып беріп жатсыңдар бағадан бері? Жоқ. Қазақ тіл біліміндегі этнолингвистер Қайдаров, Сыздықова, Каримов Аттары есінде жоқ па? Бұны білуің керек қой. Сен өйткені қазақ тілінің маманы боласың болашақта. Жақсы. Кім тағы да жазғысы келіп жүрген? Екінші адамдар ма? Тез жылдамырақ жазды, уақытымыз аз қалды. Мына екінші кездесіп лекция материалдары бар ма қолдарыңызда? Дәл қазір? Лекция материалдарын ашыңыздар. Аштық бар, бәрінде бар ма? Кімде жоқ?
силабустың ішінде қысқарған лекция бар, ашыңдар. Этнографиялық тіл білімін ашыңдар. Қарадық па? Енді әркім ешкімге қарамай отырып, тест құрастырамыз қазір кім арай болсын, содан кейін. Өзіміз тест құрастырамыз. Екі сұрақтан тұру керек, және ол сұрақтар екі жауаптан тұру керек, ол екі жауап бір-біріне ұқсас болу керек. Шатастыратындай. Біз ол тапсырманы сіздерге бергенбіз, бірақ осы күнге дейін орындалған жоқ қой. Сондықтан сіздер оны жаңа тапсырма болғаннан кейін таңғаласыздар. Біз осы тақырыпқа негізі мен әр лекцияның артында оны беріп жүрмін сіздерге. Студенттерге берілетін тапсырмалар берілген ылғида оны береді. Бірақ сол орындалмайды ылғида. Міне, әр тақырыпқа 5 тест сұрақтарын даярлау, жауап 2 нұсқадан тұрады, және бір-біріне өте ұқсас болуы керек. Өзіміздің Германия этнолингвистикасын жасап кеттік қой, Америкадағы жаңа қарлығаштың тұсаукесерін жасап кеттік. Сол жайында жаңа Сипердің жалпы осындай екі шығармасы бар екен, сол туралы Тәлі 1921 жылы жарық көрген, лингвистика жайы 1929 жылы жарық көрген, ал Уордтың тіл өмір және әлем дүние деген кітабы 1956 жылы жарық көрген. Сол жайы. Уордтың атын жазу дайынбыз ба? Бәрімізде материал бар ма? Силабустарды аштыңдар ма? Силабустың ішінде этнографиялық тіл білімі деген бар. Онда кітапты ашыңыз. Лекция жоқ па не? бар. Қалай жоқ лекция? Бар. Ал енді жаңағындай мынандай құрастыр деп айтпаймын, тек қана сол Америка этнолингвистикасына, қазақ этнолингвистикасына және Герман этнолингвистикасына байланысты материалдардан сұрақ құрастырасыздар. Тез-тез жылдам жазыңыздар. Дәптерлеріңізді ашып. Материалын қолынан тұрды. Соған қарай берсін. Кімнің сұрағы дайын? Кімнің сұрағы дайын? Жазғанынша жазасың. Неше тест дайындай алсаң, сонша дайындайсың. Лекцияны ғана қарауға болады, басқа материалды қарауға болмайды. Лекция силабус. Кімнің сұрағы дайын балалар? Дайын. Сізде қойыңыз. Иә. Жер байланысы жұмысы бізде екі түрлі болды. Біреуі тақтада жазу, ешқандай мәліметсіз тұрды. Екіншісі құр өздерінің силабустарымен сұрақ құрастыру. Кәне құрастырдыңдар? Саида? Яғни сұрамайсыңдар. Дәптерлеріне. Құрастырдыңдар ма? Иә. Этнолингвистикаға байланысты зерттеулер, жалпы сол туралы еңбектер қай жылдары? Қай уақытта белең алды? Ағач. 20-30 жылдары. Дұрыс па? Тағы ма? Америка этнолингвистерінің өкілдері, оны Германия тұрмысы айтады. Германия тұрмында сұрады. Этнолингвистерінің өкілдері. Америка этнолингвистерінің этнолингвистері жалпы. Вариантын ұқсайсы? Жоқ, мен вариант. Иә, Бенджамин Уорд, Франц Куас, Баус деп сендерге қосып. Баус. Сосын Эдуард
Дұрыс па? Сауаптар ары қарай. Одан кейін енді Америка тобына қояйыншы. Америка этнолингвистерінің, Германия этнолингвистерінің өкілдері. Арай көрсеткен деп айтады. Есіңде қалды ма? Ең басты шығармасы. Шығармасын аты не? Білмейді өзің айтып жүр. Неміс тілінің кіші туралы деген 4 томдық Жақсы. Келесі кімді баштаймыз ба? Этнолингвистика жайында ең алғашқы пікір айтқан кім? Ол жауап па? Апа берші. Лингвистиканың жайы еңбегі қай жылы жарық көрген? Лингвистиканың жайы. 1929 жылы. Жақсы. Америка ғалымдарының еңбектерінде этнолингвистика терминінің орнына қандай атау қолданылады көрінеді. Америка Ғалымдарының еңбектерінде этнолингвистика терминінің орнына қандай атау қолданылады? оқыдыңдар ғой бәрі материал. Америка ғалымдарының еңбектерінде этнолингвистика терминінің орнына қандай атау қолданылады? Тіл емес па? Этнолингвистика деген тағы қалай атайды? Халық әлем емес па? Дұрыс. Халық әлем деген. Антропологиялық лингвистика. Антропологиялық лингвистика немесе этносемантика. Неліктен атайды? Отырау. Неліктен олай атайды? Себебі олар ең алдымен нені зерттеді? Халықтың мәдениетін зерттеді ме? Халықтың әдет-ғұрпын зерттеді. Содан барып антропология немесе адам бірінші орында тұр. Қазір қандай енді ғылымдар дамыды? Менің сұрағым қорытынды сұрағым. Осы Америка этнолингвистикасы, Германия этнолингвистикасы бастап берген этнолингвистика ғылымы қазір үлкен қарыштап дамып кеткен. Тіпті 19 ғасырдың өзінде оның алғашқы қадамдарын кімдер жасаған деді? Шоқан Уәлихановтан бастап еді. Мысалы, Шоқан Уәлихановтың қандай шығармалары бар? Этнографиялық шығармалар. Не еді? Айту керек болсын бәріне. Жаңа сайдадан, интернеттен де күттім, рефераттан да күттім. Осы мәліметтің бәрін айтулары керек. Ол айтылып жүрген нәрсе. Тағы қандай этнолингвистерді білесіңдер, этнографтарды білесіңдер. Жаңа Әбдуәли Қайдаровты айттыңдар, жақсы, Рабиға Сыздықованы айттыңдар. Тағы кімдерді білесіңдер? Ербол Жартиевті айттыңдар. Тағы кімнің сұрағы дайын? Сұраққа жауап жоқ болса, келесі. Тесті дайын. Кімнің тесті дайын? Балжан? Сұрақ қойып қайталанды, е? Ал тағы? Кім? Атың кім еді? Мақпал. Күлән, басқа сұрақ жоқ па? Ана, Күләннің көршісі. Сұрақ жоқ па? Болды ма? Ал онда ары қарай келесі жұмысымызға көшеміз. Тақтадан жазып берген мәліметтерің менде сақталады. Біздің ары қарай бөліміміз не еді? Сонымен энциклопедияны айттық, интернетті айттық, енді бағалауға келдік. Үйге тапсырманы бірінші жазып алыңдар, мына әдебиеттер бойынша мынандай тапсырмалар. Үй тапсырмасы мынандай. Кеңестік тіл білімі мынау өткендегі. Енді мен сейсенбі күні бұл лекцияны оқимын. Сіздер мына раздаточный материал дейміз, немесе тарау материалдары ылғи да сіздерге беріліп отырады, өйстіп алдын ала. Енді осыны жақсылап оқисыздар. Содан кейін Қордалаевтың кітап бәрімізде бар. Сол кітап бойынша салыстырасыздар. Кейбір қалып кеткен мәлімет болса қосасыздар осыған. Сосын ары қарай мына жерде студенттерге берілген сұрақтар мен тапсырмалар бар. Сол бойынша семинар және
сөз жұмысын орындаймыз тағы да. Оның ішінде қандай тапсырма екенін сіздер уже үйрендіңіздер ғой, уже нешінші рет осы? Оғатқан 3-ші рет та, 4-ші рет та. Сентябрь айында онша болмады біздің сабағымыз. Енді ылғи да қалыптасады деп ойлаймын. Осыны кісерт етіп аласыздар. Бұл келесі сабаққа сіздерге мәлімет. Міне мына тақтада да тұр, не істеу керек екенін. Көшіріп аласыздар, немесе мына жерден жазбасаңыздар да болады тапсырма. Конспект жасау, конспектіміздің 4 түрі көп, кітаптан жасауға болады, интернеттен жасауға болады, тағы конспекттің қайдан жасауға болады. Осы кеңестік тіл біліміне байланысты ғана. Тағы не жасай аласыздар? Реферат, сосын сызба тест жасауға болады. Сызба тесттеріңізді көрсетіңіздер. Бүгінгі сабаққа сызба тест барлығыңыз әкелдіңіздер ме? Кәні көрсетіңіздер, портфолионы ашыңыз. Әрбір сабаққа біз сызба тесті де жасап отыруымыз керек. Сол кезде ғана бір нәрсе үйренеміз. Басқа мәселелерді тез істеу, хабарлама жасау. Біз мына жұмыстардың ішінде қайсысын әлі орындап көрген жоқпыз. Жаңа тест құрастыруды орындамаған екенбіз, бүгін шықты ол. Сосын тағы нені орындамай жүрміз. Оқулық пікір мен ғылыми пікірді салыстырып көрдік па әлі ол? Салыстырып жатырмыз. Қордабаевты, Шапағатұлын, тағы кімді салыстырып жатырмыз. Қайнегі сабағын қайда. Енді осыны жазбайсың ба өзіңе? Өзіңе материал қалу керек бұл. Қазақ тілінде екі бағыт бар демісің. Берілген мына жасаған жұмыстардың барлығы бағанан бері айтып тұрған жұмыстардан артық ештеңе жоқ па? Айтылмай кеткен зат жоқ па сендерде? Жасап келіп ұмытып кеткен? Жақсы, онда бағалайды. Сонымен екі команданың бірінші тұсаукесерінде қалай болды? Екеуінде де слайд-шоу болды. Слайд-шоудың қайсысына жоғары баға береміз? Теңдер қарап өткен екеуі де жаңа технологияның ізімен слайд жасауды үйрендік деп ойлаймыз. Ары қарай екінші. Екінші не еді? Портфолио қазір бағдарламаны ашып қояйыншы. Портфолио, ол жоғарған жалпы болды ма? Қай жерде? Портфолиомен таныстыруда ше? Жалпы болды ғой, екі жақтада. Ол екі жақта да бірдей болды. Тағы да 5-5 пайдаланылды ары қарай. Шешендік қоржын ше? Онда кімдер шықты? Германиядан шықты ма, Америкадан шықты? Америкадан шықты. Америка белсенді болып бара жатыр ғой? Америка этнолингвистикасын алған қыздарымыз белсенді. Бағдарламалық әдіс немесе, баламалық әдіс немесе бағдарламалық бақылау тесттен кім жауап берді мына бірінші тест? Естеріңде ме? Біріншіге Америка жауап біріншіге Германия, сосын екіншіге бір. Сосын мен айтып. Жақсы, онда 2-2 балл жинадық, бұдан. Ары қарай, келесі. Рефератты кім жасады? Екі жақта реферат жасады ма? Екі не ортақ болып келді? Сонымен неше балл жинадық общий Америка мен Германия? Мына жерде 5-5, мына жерде 5-4. Ары қарай шешендік сөзде ортақ болды ғой бұл. Ортақ болды ғой. Бір балдан қосай. Қанша болып жатыр? Санап оқысына ма? Ары қарай. Тесті 2-2. Тезис сызбаны енді оны да общий алдық қой негізі жалпы. Рефератымыз жеке біреу болды, энциклопедиямыз ортақ болды ғой. Сосын интернет, екеуі тең түсті ғой бұлар. 5-5, сонда қанша болды? Әрқайсысына неше балдан шықты? 20 балл жинағандар ма? 20 балл 5 адамға бөлесін 4 балдан алдыңдар. Бізде 4-ке аппай 5 балдан түседі. Сендерде олар аз болғанда
арты жағында бұлар кішкене нашарлап оқыды. Интернет анамна материалдарды өйткені біздің рефератымыздың өзі тек кемшілігін ғана айтып қоя салды. Түгел айтылған жоқ ана. Енді мен қорытындысын айтайын ба, жалпы кемшілік. Сол жақта мен Неге қорытындысын айтасың, сенің уақытың сосын мен ана тестті кері байланыс жасап. Сен алған бәрі уақытты мен бөліп бердім осы жерде. уақыт ойлап отырмын. Жоқ, олай болмайды. Оған түсіп алып берді болады. Жақсы. Ал сонымен студенттер мына әдебиеттерді жазып алыңыздар. Атай жаңа кеңестер білім бойынша тапсырмалар ашылды. Жазып алдық па? Мына екеуін жазып аласыздар ғой. Жалпы мен осы неге салам бәрін материалды бәрін. Содан қарасаңыздар да болады. Гүлшаттың несінен, ноутбугінен ылғи да лекцияның материалдары түгелдей. Содан кейін слайдтар әрбіреуіне, өткенде бергем сендерге. Қайда ол? Барманның ішінде әрбіреуіне жасалған, мынау ма? Әрбіреуіне жасалған мультимедиалық. Жоқ, апай тұрады астында тұрып. Анда ашық беріңіз. Қандай ашық? Иә, 15 лекцияның 15 мынандай слайдтары бар, соны қарап оқып келесі сабаққа дайындап келесіңдер. Қанша уақытыңыз бар? Сонымен бағаларыңызға ризасыздар ма? Сіздерге келіп сабағыма қатысқандарыңызға рахмет.